Саған бір сұрақ бар, зымыран қайда? Зымыран ба? Талхизды 100%-ке сезіне алатын бедің сен? 100%-ке сезінетін. Біз қазір стол ойдамыз. Бізде қасымызда Нұреке. Неке бар. Барлығына сәлем достар. Сіздермен бүгін мен Наоми. Мен қазір Армаққа қарай жол тарттым. Сағат бізде қазір 1:31 кетті. Сенсіз мүмкін емес, күн емес, ай емес аймаған. Қолдарыңнан сенің ұстап тұрып, сен жайлы ойланам. Сенсіз өмір емес. Ой, атаға. Бәсе, қайдасыңдар деп қоямысыңдар. Бүгін біз қазір Армақтамыз, Бану екеуміз. Қасымызда Нұреке бар. Чаки. Чаки ма? Қалай жағдай? Амандаспайсың ба? Амандаспайсың ба? Қандай жылқыны алып келіңдер? 4 құнан? Топ құнан. 2 жылқы ма? Фавориттер бар ма? Күшті. Қазір сағат 4:30 болды. Бұйырса бізде бәйге қазір жарты сағаттан кейін басталады. Адам көп өтті. Машиналар, халық өте көп. Сәлеметсіз бе, өзіңіз таныстырып кетсеңіз? Саламатса, Мадияр Өмірбаев болады. Алматы қаласынан, Ұзынағаш ауылынан Жамбыл ауданы. Бүгінгі Астанадағы бәйге общий счет әкеп отырық. Бір құнан 2 топқа. Бірінші сұрақ, бәйгеде талант маңызды ма, әлде еңбек пе? Екеуі де маңызды. Ең бірінші еңбек етесің, еңбегін жемісін жейсің. Ең бірінші еңбек болса, талантты болады ғой, Аллах нәсіп етсе. Ең бастысы төзімділік қой. Бұл спортта сабыр, шыдамдылық. Осы ат баптауда ең көп жіберетін қателіктеріңіз қандай? Көп қой, әрқалай. Әрқалай мысалға? Енді тоңкішсен деген 5 ай, 6 ай дайындалып келесің. Енді келген кезде тура неде тамағын дұрыс бермей қалуы мүмкін, ұйықтап қалуы, или тоқ қойып, бәйген алдында кішкене жеңілдет тамақтарын, нелерін, соларына кішкене қарайлап дұрыстап не істесе. Тура енді 6 ай еңбек уақытын кетеді, қыстай дайындалған еңбегің бәрі. Ал осы жақсы бәйге атын баптауда ең маңызды нәрсе не? Ең маңызды нәрсе бірінші білу керек қой, бұларға өзінің подходы бар, жақындау керек дұрысынан. Қинақ қоюға, не істеуге, енді біраз жұмыс бар ғой да. Осы ат спортында сабырдың рөлі қандай? Сабырдың рөлі? Жамбау керек қой, жамбау керек. Сабыр, асықпау керек. Бәйгі деп алдыға ала жүгірмеу керек, аттың дайындығын көру керек, жұмысын бәрін өту керек. Одан кейін болады ғой. Бүгінге неше ат алып келіп отырсыздар? Қандай дистанцияға алып келіп отырсыздар? Құнанға 9 шақырымға бір құнан, топқа 2 ат келіп отырық. 16 шақырымға. Аттарын айтып кетсеңіз. Топқа біреу ерке қыз, біреу намыс торы, біреу құнанға атаман. Сіздің ойыңызды біле кетсем, осы келер жылдарда біздің ұлттық спорт бәйге әлемдік аренаға шыға алады ма? Қалай ойлайсыз? Енді ол бір Аллахқа мәлім ғой, ең біріншіден. Ал екіншіден қызығушылық керек қой. Біздің Алматыда өтіп жатқан Алматы арена бір жағынан бүткіл деңгейді көрсетіп, жан-жаққа гладкий скачканы көрсетіп, одан кейінгі уже бәйгіні көрсетіп отыр. Енді шетелдіктер қызығып не істесек, шығады ғой, Аллах нәсіп етсе болды. Ауылда алыс емес қой. Сенің есімің кім? Жарқын Рамазан. Жақын Рамазан. Жасың нешеде? 11-де. Салмағың? 32. Бүгін қандай дистанцияға шығасың? Топ аламанға. Екеуіне шығасың. Иә. Ұтатын болсаң, ұтсаң кімге бірінші хабарласасың? Атама. Атаңа хабарласасың ба? Иә. Сендерге сабақ қиын ба, әлде бәйге қиын ба? Сабақ қой. Сабақ қиын ба? Шабайын деп жатқан кездегі тактикаң қандай? Өзің тактикаңды айтып кете аласың ба? Алдыңғы талпамен отырып терлетіп алу ғой, ең бастысы. Соңғы рұққа дейін атым шыдаса, 500-қа шығып, ауызға сүйеп айдау керек. Бүгін кімнен озын келеді? Басты қарсыласың кім? Басты қарсыласым Чалқұйрық, Қарлығаш. Сол екеуі. Бұйырса бәйгелі бол. Рахмет. Бұл батыр бізде достар.
мына жерлерді түсірейік, сосын ары бетке өтейік та машиналарды түсірейік. Сәлем Арнат, бірінші өзіңді таныстырып кетсең? Сәлеметсіздер ме? Мен атым Мұратхан Арнат. 14 жастамын. Осы бүгін топ бәйге шауым. Молодец. Бәйге шауып келе жатқаныңа неше жыл болды? Биыл 6-шы жылым. Неше жасынан бастап шаптың сонда? 8 жасымнан шапқым. Осы сенің жарыс алдында ең көп айтатын сөзің қандай? Бұйырса атамау деп. Бұйырса атамау деп көп айтасың ба? Топта ең басты қарсыласың кім? Топта ма? Білмедім мен негізінде. Маған соперник жоқ шығар. Кім? Соперник жоқ шығар маған. Соперник жоқ па? Молодец. Бүгін топта шабатын тактикаң қандай? Тактикам алдында жүру. Алдында жүріп отырасың. Сосын? Сосын көреміз ары қарай. Алдында жүріп, сонымен. В общем, алып қашатын ат қой. Алдында отыру керек қой. Жақсы. Саған бір сұрақ бар, зымыран қайда? Зымыран ба? Дайындықты. Пока күзде шабады. Күзде шаба ма, бұйырса? Новичок кішкентай жакелерге қандай кеңес бересің? Сен енді опытный жакейсің ғой. Енді опытный жакелерге ма? Ұту үшін. Ұту үшін атты сезіну керек. Сосын аттың қалай кетіп баратқанын, сол болмысына қарай атты сезіп білу керек. Негізінде атқа қарай атты сезе білу керек қой негізінде. Ат сезе білген бала. Сол бұйырса ұтады, сол аттың күшіне қарап, жан-жағындағы атқа қарап, сонымен ұтады ол бала. Рахмет, көп үлкен. Бұйырса бәйгілі бол топта. Мына жерде бізде қазір жеңімпаздар анықталатын болады. 1-ші орын, 2-ші орын, 3-ші орын және де. Мына жақта бізде халық өте көп, қарасаңыздар болады. Келе жатырмын дейді. Квартира және де. Мына жақта бізде приздар достар. 1-ші орын, 2-ші орын, 3-ші орын Чанган. Топ бәйге. 1-ші орын Чанган машинасы. Аламан бәйге 1-ші орын НАК құрылыс компаниясынан үй, однокомнатная квартира. 2-ші место Аламан бәйге Чанган машинасы. Сәлем, Нұреке, өзің таныстырып кетсең? Менің толық есімім Орақов Нұрван болады. Осы ат спортына тағашымын қазіргі таңда. Өзім осы ат спортына 2015-те келдім. 2015-те жаки болдым. 2021-ге дейін шаптым. Қазіргі таңда тағашымын. Енді үздік тағашылардың ішінен болам. Енді қазір бәйге келген себебімен өзім тағалап жүрген аттарға жанкерім өзім. Осы уақытқа дейін тағалаған ең мықты аттарыңызды айтып кетсеңіз? Ең мықты тағалаған аттарым көп. Зымыран, Қарлығаш, покер. Покерден көбісі біледі енді. И Кито бар. Бүгін бүркіт тағаладым. Фаворит аттардан көп негізі, біраз ұмыттырмын. Жас жакейсіз ғой. Ой, қайттан жас тағашы деп айтуым керек. Жалпы осы ат спортында жүргенде сізге ат тағалау, тағашы болып жұмыс істеген қиын ба? Тем более сіз жас тағашы болып жұмыс істейсіз, иә? Қазір таңда жас тағашымын. Жұмысы алып баратын қиын емес, енді бірақ жауапкершілік. Енді бағаларда бәленбай миллионға келеді, шетелден келеді, жауапкершілік. Бәйгінің алдында тағалайық боламыз. Енді дайындықтың алдын тағадан бастап отырған, таға болмаса ол дайындығы болмай қалады, дайындық болмаса жүгірмей қалады дегендей. Енді бәрі тағаға байланысты. Енді бір ауыз сөзбен айтқанда кішкентай бала сәбиге сөйлей алмайтын адамға аяқ киім бірде ғой. Жауапкершілігі көп, үйренген білетін адамға оңай ат тағалау. Осы ат тағалап жатқан кездегі ең алған ауыр травмаңыз бар ма? Ат теуіп жүрген бір сондай случай болды ма? Айтып берсеңіз. Болды. Ақсақ айтқан күндерге дейін болды. Құдай сақтасын, больницадан шығатындай не болмады.
но бірақ болды көп. Біреуіне айтып берсеңіз. Артқы аяғым тағып алып жатқан кезде оң аяғымнан тепті да, оң аяғым сол аяғыма тиіп, шабыны сол жерде аттың астында қалып кеткім. Сол кез есімде. Біреуі бар, ол кішкене ұзақ әңгіме. Осы уақытқа дейін бір күнде неше ат тағаладыңыз? Рекордыңыз қандай? Рекордым бір күнде 24 сағатта 31 ат тағып алғам. 24 сағатта 31 ат тағаладыңыз? Аха. Круговой дейді, 4 аяқ. 31 ат тағып алғам. Осы жақында болды, Екібастұздың алдында. Болады. Былтыр 30 ат тағып алдым, биыл 31. Больницаға түсіп қалып, ауыр денсаулығыңызға қиындық қалып келген жоқ па? Жоқ, ондай жоқ. Енді күтіммен қарасаң болады. Енді жұмысы по-любому белге нагрузка түседі по-любому. Бел ауырады, нетеді, бел ашиды дегенде. Болашақта осы жұмысты басқа кішкентай балаларға үйретіп дамытқыңыз келе ма? Тағашы деген жұмысты. Енді бабаның бетін қақпаймыз ғой. Үйретеміз қолдан келгенше, если үйренгісі келсе, енді бұл жерден бабаның өзіне байланысты ғой. Үйренгісі келсе, желаниясы болса, тез алып кетеді, ал желаниясы болмаса, ол қиын болады үйрету. Сізде негізі үйретші деп айтатын осы Алматыда өзіңіз жақта бар ма балалар? Тағашы ретінде үйреткіңіз келетін? Бар, көп, айтады көбісі, үйренгім келеді, тағашы болу керек дейді, бірақ енді бәрі ақшасына қызығады. Бірақ істегісі келмейді ешкім. Ол шын. Ең көп тапқан сумаңыз қандай осы тағашы болып жұмыс істеп жүргенде? Айына ма или күніне ма? Миллион 800. Миллион 800. Где-то 2 миллионға жетеді бір айда. Енді қазіргі табыс енді мен былтыр 7-8 адамдықын ғана тағып айттым. Биыл 3-4 адам болып, 20 адамнан асады, 20 дейліне ғым. Қысқадан. Табыс қазір нормально. Табыс қазір шүкір болады. Қазір бізде адам өте көп. Не халық қарасаңыздар. Достар, бізде уже құнан жылқыларды қазір шығарып жатыр. Бұйырса бәйге басталайын деп тұр алдағы уақытта. Сіздерге осы видео қызық болса, дальше Наоми осылай түсіре беріңіз. Сізді әрдайым қолдаймыз десеңіздер, маған лайк басып, подписация етіп, жылы комменттеріңізді жазып кетсеңіздер болады. Достар, жылқылар Шагабай деп бітетін жақта жүр қазір. Шагабай деп бітеді. Мына жақта бізде Амир. Біздің қазір жас шабандоздарымыз. Сәлеметсіз бе, Нұржігіт аға. Бүгін сізден сұхбат алуды бұйыртты. Бізде осы ютубты жүргізіп жүрміз. Ең бірінші сұрақ, аттың жүйрік екенін қай жеріне қарап білесіз? Мен негізі аттың ең бірінші ата тегіне қараймын. Значит, бірінші ең қарайтын шеше жағына қараймын көп. 70% негізі шешеден дейді ғой, сол үшін шешесіне көп қараймын. Ат таңдағанда қай мүшесіне, қандай ерекшеліктеріне көбірек мән бересіз? Мен енді ат таңдағанда сол жаңа бірінші ата тегіне, линия дейді жаңағы, қанына қараймыз. Сосын барып мен көбінесе осы аттың белі осындай қақпан бел болғанын қалаймын. Қақпан бел, бота тірсек дейді. Сондайларына қараймын. Өтте бірінші қарайтыным сол. Франциядағы Арқана аукционында зымыранның қай жеріне қызығып таңдадыңыз зымыранды? Енді зымыранды таңдау енді бұл сәт енді мен сендерге сөзбен айтып жеткізбеймін. Енді 1000 аттың ішінен таңдадым, бірақ оның да ең бірінші таңдағаным оны әкесін өзім мінгем да, Чехияда. Батырхон дегенде өзім сол жақта жұмыс істеп жүргенде өзім мінгем. Өзіме қатты ұнайтын. Енді бірақ кейін оның баласы маған бұйырады дегенде енді шықтасаң түсіне кірмейді ғой. Еще оның шешесі де мықты. Шешесі Балингаридан қызы, Балингаридан бізде мұрагер деген ат жүгірттім тоже жолда. Сол жағына қарадым-да, мынау атты мен қалай да болсын алуым керек деп сол атты таңдап алған. Бірақ сол жерде енді айтқан сөзім бар, қасымда бір досым бар, Мұратхан деген. Мұратхан, мен мынау атты аламын, мынау тұлпар депші.
ол сөйтіп әйтеуір интернетке тарап кеткен сол негізі. Күшті. Негізі аттың тамағы мен күтімі қаншалықты әсер етеді бәйгеге? Негізі енді ең бірінші бір атқа жақсы күтім, сосын еңбек керек қой бұл. Сосын жалғыз мысалға мен емес, ол жерде үлкен команданың жұмысы керек. Соның бәрі құралған кезде бір жақсы бір сәт туып, жақсы бір өз Аллах береке береді мысалға жұмысыңа. Сол деп ойлаймын негізі. Бірақ тама жағына келсек, атты өте күтім. Бұлар қазіргі балалар сияқты ғой, сәл жел ұстаса, сквозняк болып ауырып қалады бұлар. Сол үшін енді режим дейді, әр уақытта режиміне қарап отыру керек бұлардың. Негізі ат пен жокейдің байланысы қаншалықты маңызды? Енді біз мысалға жерден 70% мысалы атты дайындап жібереміз, қалған шабандоздың қолында ғой, сосын бір Алладан тілейміз болды. Ол шауып баратқанда біз рациямен анау дейміз, мынау дейміз, оны бірақ үстінде тек шабандоз сезеді. Сол үшін уже дорожкаға шыққаннан кейін уже бір Алла, сосын жаңа шабандозбен аттың қолында ғой. Аттың шауып бара жатқан кезде шаршағанын тоқтату керек екенін қалай білесіздер? Енді өзіңде бір нәрсені күніге істей берсең уже соның әйтеуір несіне кіріп аласың ғой, сол сияқты ғой. Сез уже ат дайындап жүріп, ат білетін адам уже аттың шабысынан қайтады ол. Мынау ат ұтады деп те айтатын, мысалы қазіргі бізден кейінгі жаңағы Жамбыл Бөбекбай, ол да мысалға кейінгі бізден кейін ат дайындап шықты ғой. Ол жігіт та керемет жүгіртіп жатыр. Сол атты сезгенін, сосын еңбектің арқасында да. Оған да сол атадан балаға беріп келе жатқан қандылық қой бұл кәдімгі. Негізі аттың талантын ашу үшін не істеу керек? Енді аттың талантын ашу үшін еңбек, дайындық қой негізі. Бұл тренировка кәдімгі спортсмен дайындалған сияқты, бұл негізі тренировка тоқтамау керек. Ой, ана бір бәйгін ұтып кеттім деп оған кеп жаңағы витаминді тыққыштай берсең, ол келесі бәйгеде ол үйтіп шаппайды, ол витамин шаппайды, былай айтқанда. Негізі жүйрік аттар бірден байқала ма, әлде уақыт өте келе ашыла ма сізде осы? Негізі жақсы ат семіз болса да бірінші бәйгесінде байқалады ол. Жақсы ат. Ал енді мынандай өзі орташа аттар болады, жаңағы бір-екі бәйге қосып алып, сөйтіп ашып алу керек болады. Әрқалай, Әрқалай ғой, ол дайындығына байланысты, сосын аттың ең бірінші менің қарайтыным еще мынандай аттың демалыста тыныс алу, дыханиясына қарау керек. Уже сол дайындап жүргенде жақсы демалып, жаңағы тауға шығады, тер алады, жақсы демалып, қиналмай тұрған ат ол түбінде жүгіреді да олар. Осы уақытқа дейін қатты есте қалған жылқыңыз қандай, атыңыз өзіңіз баптаған? Енді мен дайындаған жылқы көп, бірақ енді соның ішінде өзім осы жақсы көретін зымыран, сосын Қаратал деген жүйрігім болған. Сол екеуін ерекше жақсы көремін. Зымыранды бәріміз танимыз, Иә. Негізі қазіргі таңда жергілікті тұқым мен импорт аттар бөлек шауып жүр. Осыған көз қарасыңыз қандай? Оған енді көзқарас оң жағынан өте дұрыс. Бізде қазір дамып келе жатыр. Енді мировой деңгейге шықпаса да өзімізде туылған ат, қолтумалар, бізде мысалға қолтумалар қазіргі бәйгелерді де ұтып жатыр. Сол үшін негізі бірте-бірте келе теңесіп кетеді ол. Бірақ үстіп өзіміздің қолтуманы көбейткен ол жақсы. Бірақ шетелден де алып келіп отыру керек. Ол шетелден жақсы тазағанды ат кірмесе, ол қолтума қайдан шықсын? Сол мәселені қолға алу керек. Мировой аренаға деген көтеріледі деп ойлайсыз ба? Біздің ұлттық спорт. Енді біз үшін арман ғой, бірақ енді бәйге ондай мировойға көтеріледі деп айта алмаймын. Өйткені ол бізде ғана осындай кішкентай балалар шабады, бізде ғана 25 шақырым, 35 шақырым, құнандарға 9 шақырым береді. Оны негізі европалық шетелдіктер көрсе, олар кәдімгі жылайды. Өйткені мен мысалы Германия, Франциядан жылда барамын ат алуға. Қазақстанға десең кейбір адамдар сатпай қояды. Өйткені не сендер жейсіңдер дейді. Сосын бізде қазір енді сендер сияқты ютубқа салып не қылады, сосын бәйгедегі құлаған затты көреді да, олар да мыналар атты қинайды деп. Сол үшін біздің енді бәйге ондай мировойға көтерілмейді, бірақ осы өзіміз Қазақстан, Қырғызстан ойлаймын, осындай осы жақта да жоғарғы деңгейде болады деп. Гладкий скачка, шұқыр бәйге көтеріледі дегенге, оған енді бізде қолдан келгенше көмектесеміз. Сол үшін жаңағы жалғыз аламан емес, шұқыр бәйгені дайындайтынымыз сол. Әйтеуір бір жағынан кішкене көмек болсын, кейінгі жас буындар үйренсін деп. Енді оны кейін біз де кәртейміз, бізден кейін жас балалар шығарады. Сол
сол жігіттерде қалсын деп оны біреу кейін көріне алып кетпейді ғой мындай. Сол үшін жас буынға үйрету керек. Кейінгі бапкерлер негізі қасына шәкірт тәрбиелеу керек та. Сіз осы жас тренерларға қандай кеңес бересіз? Енді кеңес болғанда қазір бұрын деген мысалға мен жаңадан ат жүгіртіп бастаған кезде ең мықты бізде бапкерлер қырғыз бапкерлер болатын. Мен жаңадан Алматыға келген кезде. Сол кезде бізде қазақтардан тек қана Секенай ағамыз болатын. Кейін келе мысалы қазақ жігіттерге басып кетті. Былай айтқанда жас буын келе уже кәдімгідей қызығушылық көбейді, атқа мінетін азаматтар көбейді. Бізде еще қазір бәйгенің деңгейі өте жоғары болғаннан кейін уже қызығушылық оянды. И жас бапкерлер қазір өте керемет дайындайды бізде. Қай бәйгеге барсаңыз да бұрын деген соңғы айналымда 3 ат кетеді, 2 ат кетеді, қазір 10 ат кетеді. Ол уже деңгей мықты көрсеткіш, ол уже дайындауды білет деген жас балалар. Қазір көп қой бізде жас балалар отырып жүрген. Все, рахмет, бұйырса бәйгелі болыңыз. Я жұмыстарыңа табыс, YouTube каналдарың дами берсін. Дұрыс өйстіп атты жақсы көретін осындай сендер сияқты ханымдар, жас буындар көбейсін. Әрқашан біз оны қолдаймыз ұлттық спортты. Міне әмір болады. 12 номер ма? Сосын бізге берші бізді өзіне қалады ау. Күшті. Кішкентай болды ғой. Ішіндегі бронясымен, футболкасымен бүйтіп жүреді. Иә. 24 па? Сосын мен де түсіріңізші 17-ші номер. Мерей! Сержан! Камера. Хамза! Сәлеметсіз бе, Бекболат аға, өзіңізді кішігірім таныстырып кетсеңіз. Мен Бекболат Серікбеков, Қарағанды облысынан болам. Әкем Серікбеков Қалиолла деген керемет сыншы атбегі болған, президентке ат сынаған кісі кезінде. Сол кісінің ұлымын. Міне осы таңда бала кезімізде атпен айналысамыз. Есімізді білгелі аттың үстіндеміз. Міне содан атпен келе жатырық. Міне осы бәйгі десе, дүбір десе, делебеміз қозады. Міне осының жолында жүрген. Өзіңіз тренерсіз, иә, қазір? Иә, өзім тренермін. Сіз осы аттың жүйрік екенін қай жеріне қарап білесіз? Енді аттың жүйрік екенін мүшесіне қарайды ғой, мүшесіне. Қандай мүшесіне? Енді мүшесі Абайдың сынында да айтқан қамыс құлақ, бөкем қабақ, жаңағындай несіне қарасын, объемына қарайды аттың, например, шоқтығына қарайды, шоқтығы биік болса, жаңағы несі жылдамдығы мықты болады, жаңағы объем кең болса, жүрегінің үлкендігін айтады деген сияқты жаңағы. Негізі линиясына қарайсыз ба? Линиясына да қараймыз, линиясы мықты болу керек. Қазір енді линия жүгіріп жатыр ғой, сөздің шыны керек. Линиясына да қараймыз. Линиясында шеше жағына көбірек мән бересіз бе, әлде әке жағына көбірек мән бересіз? Негізі шеше жағына көп мән беру керек қой негізі. Шеше жағы мықты болса, алып анадан ат биеден дейді ғой қазақта. Осы ат шапқан кезде ат пен жакейдің байланысы қаншалықты маңызды? Ат пен жакейдің байланысы жақсы болу керек қой. Бала сезу керек қой, үстінде шауып келе жатқанда. Өзімізде кезінде жакей болдық, атқа шаптық, машина ұттық кезінде. Енді атты сезіп отыру керек қой. Аттың шамасы қаншаға жетеді, күшін сақтап, сарқып, жаңағы ақырғы айналымдарға, ақырғы 500-ке деген сияқты. Сондай атты сезу керек бала. Үстіндегі бала дұрыс болу керек қой, атқа шапқанда. Сіз үшін аттың қай қасиеті маңыздырақ? Төзімділігі ме, әлде мінезі ме, әлде жылдамдығы ма? Енді аттың көбінесе төзімділігі, жаңағы сосын кейін мінезі ғой. Мінезі кішкене жаңағы салмақтылау кесе, жаңағы өз-өзін жемейді, кішкене жаңағы тер беруіне де бәріне де жақсы әсер береді ғой, жаңағы салмақты болған ат. Осы уақытқа дейін сіздің ең есіңізде қалған жылқыңыз бар ма? Мен есімде қалған өзім жылқыларым ба? Өзім жылқыларым қазір баптап жүрген Кемеңгер деген жылқы дайындап отырмын қазір. Қазіргі таңда ана жолы Намат аренада түстік. 4-ші келдік ол жерде. Сол бұрын Нұрғасқа деген болған 5-6 машина ұтқан. Сосын анау атақты нені дайындаған мен? Lucky Glory дайындаған ең бірінші. Мен машина ұтқызам жаным Lucky Gloryға. Тренер ретінде ең қиын қабылдайтын шешіміңіз қандай, мысалға? Тренер кезінде.
Тренер кезінде шешім қабылдау, бәйгімен енді жаңағы бәйге барар кезде қандай бәйге бару, жаңағы соны ойланасыз ғой енді жаңағы дайындық кезінде де болады. Қалай тер аламын, например, адам былай алсам қалай болады, былай алсам қалай болады деген сияқты сондай енді болады ғой енді қиындықтар бар ғой арасында көп қой. Мировой аренаға енді бәйге ұлттық спортқа шыға ма? Мировой аренаға енді қазір талпынып жатыр ғой біздің адамдар неге Дубайға барып шаптыртып жатыр аттарды, дамып жатыр ғой. Бұрынғыдан әлде қайда жақсы ғой біздің дамып келе жатыр ғой, жақсы дамып келе жатыр біздің ат спорт. Біздің ұлттық спорт бәйге шығады деп ойлайсыз ба, қалай ойлайсыз? Бәйген енді шығып қалар, бір Алла біледі ғой оның өзін, шығып қалар ол да. Ертең сырттан келіп адамдар көріп болады ғой енді. Ол енді Алланың қолында ғой. Шығып қалар ол да. Например, неде стиплчеста сол сияқты ғой. Олар барьерден секіретін етеді, біздікі әйтеуір жазық жерде жүгіреді ғой. Сол сияқты ғой. Бақтор жайлы айтсам, Бақторны ең бірінші жоқ, Бақторны ең бірінші неге біздің Қарағанды облысында бәйге болған неде Нарманбет деген жерде вертолет бірінші кеп машина татында. Сол кезде Бақтор жетінші келген. Сол жерден көріп, мен қызығып, сосын ағам Бүркіт деген ағам бар, сол екеуміз барып көрейік шан атты, маған алып бер шан атты деп. Барып көріп, ол барсақ бәйге деген кішкене кеуделеп нетелмей тұр екен, сосын айтқан, бір жетіден кейін келейік деп. Мен айтқам, осы Сайдалы бабаның асына осы дұрыс болады осы ат деп. Соны бір жетіден кейін 10 күннен кейін бардық, барып соны сатып алдық, Сайдалыға қостық, Сайдалыда 3 болды, одан кейін мынау неге барып, Татанға барып, Қарқаралыда Татан ауылына барып, ол жерде мәшін өтті, сонымен біраз мәшін өтті ғой, жұлдыз ашылды жануардың. Қазіргі уақытта жағдай қалай? Қазіргі уақытта жақсы, Алла қаласа дайындалып жатыр биылдыққа. Күзге қосамыз деп отырсыз. Алла қаласа, Все, рахмет, бұйырса бәйгелі болыңыздар. Әмин, рахмет. Достар, мына жақта біздің Ерасыл, осы Астана қаласында тренировать етеді жоқларды. Қазір бізде бәйгенің ашылуы болып жатыр. Солай. Достар, қазір Тілек келді. Тілек бүгін рилсқа видео түсіретін болады. Менің қасымда жүріп, мен сіздерге ютубқа күшті видео түсіруге тырысамын. Алижан, сәлем. Өзіңді кішігірім таныстырып кетсең, жасың нешеде, қай уақыттан бері бәйгеге шабасың? Менің жасым 11-де, 2 жыл болды атқа шауып жүргеніме. Атқа кім алып келді сені? Әкем. Әкең алып келді ма? Бүгін қандай дистанцияға шабасың? Аламан топынан қайсына шабасың? Топ аламан. Топпен аламанға шабасың. Бұйыртса, ұтсаң бірінші кімге хабарласасың? Мамама? Мамаңа хабарласасың ба? Сендерге осы сабақ қиын ба, әлде бәйге қиын ба? Сабақ қиын. Сабақ қиын ба? Пен аламанда ең басты қарсыласың кім? Кімнен озғың келеді? Шалғұйрық қой. Шалғұйрықтан ба? Бүгін аламан бәйгеде және топ бәйгеде шабатын тактикаң қандай? Әлі та өзі айтып отырады. Бұйырса бәйгелі бол. Алған Аллахымызға құрмет қошеметтеріңіз болсын. Сіздер осынау турнирді көргеніңізге шын жүректен қуаныштымыз. Қазіргі уақытта құлан бәйге қазіргі сәтте екінші кругқа кетіп бара жатыр құлан бәйге. Сені барлық қазақ елі таниды. Сені кейбір кісілер даже легенда деп атайды. Кезінде бәйгені шайқатқан, мықты жокей болған деп. Қазір өзің ат дайындап жатырсың, тренер болып? Почти тренер болып дайындап жатыр. Әділет Ноқатай ағамыздың ученигі болам. Сол кісі үйретіп, өсіріп келе жатыр. Қазір жасым 16-да. Қай жылдары бәйге шаптың? Қашан бәйге шабуды тоқтаттың негізі? Мен 2025-те былай шауып жүрдім. Биыл мен тоқтаттым. Енді осы сезонда аяқтап скачкаға өтсем ба деп жатырмын. Шабуға,
Осы 2019 жылдар аралығында сен жакей болып шауып жүрген кезде ең мықты саған қарсылас болған жакейлерді айта аласың ба? Білмеймін, мен өзім ешкімді қарсылас деп санамаймын. Осы талхиз ұтты ғой, бәйгеде. Сол кезде талхизді 100%-ке сезіне алатын бедің сен? 100%-ке сезінетін. Оның мінезі бар, ол бөтен адамдар жақтыра бермейді. Өзіне қарап жүрген, өзін не істеп баптап жүрген адамға ғана бағынады. Басқа адамдар кірсе жақтырмайды ғой. Талхизбен шапқан кезде негізгі тактикаң қандай болды? Тактика деген тактика болған жоқ, соңғы группқа дейін ұстау болды ғой. Соңғы группта жібересің, соңғы 500 метрлікке ұстап, соңғы 500 метрлікке жіберу болды ғой. Алда жас буын сендерден кейін келіп жатқан, мысалға міне Алижан бар, жас жакейлерге айтатын кеңесің бар ма бәйгеде ұту үшін? Қазіргі жакейлер мысалы қарап тұрсаң, қолдары шашырап, поводтарын жинай алмай шаршап қалып жатады. Оны кейбіреулер білекпен тартып жатады. Полный аттың басын салмақпен немен тарту керек. Күшке сала бермей. Сосын мимен жұмыс істеу керек. Тренердің айтатын тактикасына көбірек тыңдау керек па, әлде жылқыны сезіне отырып өзі шабу керек пе? Жоқ, тренердің айтып отқанына істеп отыру керек. Былай өзі де жылқыны сезініп, біліп отыру керек қой. Аттың қай жерге дейін барады. Ат болмай қалса сразу тоқтатып, оны до конца қинап шыдай бермей. Никогда ол атты қинауға да болмайды. Атқа нагрузка түсіруге болмайды ғой. Ол бәйгеде ұта алмаса, келесі бәйгесінде ұтады ғой. Алдағы уақытта келер жылдары осы біздің ұлттық спорт бәйгеміз әлемдік аренаға шығады деп ойлайсың ба, қалай ойлайсың? Білмеймін, шықса шығады шығар, бәйге көтеріліп келе жатыр ғой. Бәйге дамып келе жатыр. Конкуренция көп. Конкуренция көп. Жақсы, бүгінгі сіздерге бәйгеде сәттілік, бұйырса бәйгелі болыңыздар, командаларыңызбен бәйге тұсаңыздар, шақырыңыздар, төлейміз десек. Достар, қазір бізде Құнанның 3-ші кругына кетіп бара жатыр қазір тұлпарлар. Топты бастап келе жатқан достар Амир. Достар, қазір Құнан бәйгеге бізде 1-ші орынға 3 миллион теңге, 2-ші орынға 1,5 миллион теңге тігілуде. Қазір уже 3 кругтан кейін кімнің Құнан бәйгені жеңетін білетін боламыз. Қазір бізде достар қарасаңыздар. Бақ фаворит кетіп барады. Өткенде Талдықорғанда бірінші келген. Халық өте көп. Достар, Құнан бәйге қазір соңғы. Алматы облысынан 15-1-де бақ кеткен болатын. Ал қадірлі ағайын, осы жерде енді расында жергілікті өңір-өңірге бөлініп жанкүйерлік танытатын боламыз. 17-ші номердегі Қарағанды облысы бастап келе жатыр ағайын топтың басын. Рахман Алтынбек, Қарағанды бастап келе жатыр. Асылтас, Елесіз Масай, Сүлкенов Айков. 9-ші номерде Жамбыл облысы командасына кіре бастады. Қарағанды облысы 17-ші номер соңғы айналымға кетті ағайын. Соңғы айналымға кетті достар. 3 миллион теңге алдыларынан күтіп тұрған соңғы айналым. Өзіңді кішігірім таныстырып кетсең, неше жылдан бері бәйгеге шабасың, және де осы жылқы саласына сені кім алып келді? Мен бәйге 1 жыл шаптым. Өзім әкем үйретті бәйге шауды. Жасым 9-да. 9-да, 8 жасыңнан бастап атқа отырдың, Иә. Бәйге ұтқан кезде ең бірінші кімге хабарласасың? Әкеме, анама. Сіздерге сабақ қиын ба, әлде бәйге қиын ба? Екеуі де болады. Екеуі де нормально. Қиын ба, әлде оңай ма? Нормально болады. Нормально. Сен аламанда ең басты қарсыласың кім? Кімнен озғың келеді бүгін? Бәрінен. Бәрінен озғың келе ма? Бұйыртса озасың, Осы қазір аламан бәйгесін шапқан кездегі тактикаң қандай? Анау деген 1-ші топтан қалмай отыру. Сосын? Атымды терлетіп, терін жинатып, алдына шығып ол. Кешегі бәйгеден 2 машина ұтты деп естіп жатырмыз, сені. Кешегі бәйге шапқан кездегі тактикаң қалай болды? Тренерім арасында айтып отты, бірақ олай қатты көп айтқан жоқ, өзіңнің ойыңмен шап деді. Топта деген алдыңғы топта отырып терлетіп алдында 2-3 круг қалды.
2-3 күн қалғанда атым демалттым да алдына шығып отырдым. Молодец. Алған Мерей Ғарифуллин, Жамбыл Бөкбай ағамыздың Бақтор атты құнаны жеңімпаз болды. 3 миллион теңге. Мінекей, шамандоздар қайтып келе жатыр. Не қазір қарасаңыздар достар. Мерей Ғарифуллин өзінің Бақторы жылқысымен. Сәлеметсіз бе, Әділет аға? Сәлемат па, қарындасым? Сізден осы сұхбат алуды бұйыртты бүгін Астана қаласында. Бұйырса бәйгелі болыңыздар. Аумин, айтқаныңыз өзіме бір-екі сізге сұрақтарым бар. Осы бәйгеде талант маңызды ма, әлде еңбек пе? Ең бірінші еңбек қой. Еңбек түбі жеңбек дейді. Еңбек етсең ғана, еңбек еткен адамның ғана еңбегі жана береді ғой. Ол талант екінші орында тұрады. Ең бірінші еңбек керек араймын. Сіз аттың жүйрік екенін қай жеріне қарап білесіз? Енді ол бала кезден атқа мініп, атқа шауып өстік бала кезден. Енді ол көз үйренеді біріншіден. Бәрі бірден бола салмайды. Бәрі жылдармен, уақытпен келетін нәрсе. Уақытпен келіп, аттың адамның көзі үйренгеннен кейін атты тани бастайды, біле бастайды. Таңдаған кезде ең бірінші жаңағы қазір бәрі ата тегіне қараймыз ғой. Қан жағына қараймыз, шеше жағына қараймыз, әке жағына қараймыз дегендей, оның әке жағында, шеше жағында жаңағы дистанцияға, ұзақтық қашықтарға жүгірген аттар болса, сол жағына қарап не қыламыз. Негізі әрдайым шеше жағына қараймын. Шешесі жақсы жүгірсе, оқыста мықты жүгірсе, болмаса оның арғы апасы жақсы жүгірсе, шеше жағы өте шешеге байланысты болады көп нәрсе. Әкеге де байланысты болады. Бірақ енді шеше жағына мен өзім ойлаймын 70% тартады ғой деймін деп. Тауда және дұрыс күтімінде не маңызды? Қандай әдеттер маңызды сіздер всегда жасап? Атты баптауда ең бірінші бұл қалай айтсақ тәртіп қой. Ең бірінші тәртіп керек. Аттың тәртібі, жаңағы режимі бұзылмау керек. Орыстар айтады ғой, порядок бьет класс демекші. Сол сияқты тәртіп нені бұзбау керек. Режимді бұзбау керек. Одан кейін, мысалға, күнде қай уақытта тамақ жейді, сол уақытта беру керек. Оның уақытын өткізіп болмаса, әр күн әрқалай беретін болса, аттың да уже жағдайы бұзылады. Негізі осы аттың талантын ашу үшін не істеу керек? Аттың талантын ашу үшін ең біріншіден жұмыс істей білу керек, атты сезіне білу керек. Енді ол неше түрлі керемет жылқылар бар, жүйрік жылқылар бар. Мысалға, сынып кетіп жатады бәйгелерде. Сол жағына да ыңғайына қарап, кейбір ат мысалға 3 жасында жүгіреді, кейбір ат 4 жасында, кейбір ат 3 жасында мүлде жүгірмейді, құнанында жүгірмейді, бірақ 4-5 жасында жүгіреді. Сол жағына да қарау керек. Осы ат пен жакейдің шапқан кезде байланысы қаншалықты маңызды? Ол 100% маңызды ғой. Атпен шабандоздың шапқан кезде өзінің жаңа астында мініп шауып келе жатқан атын бала сезіне білу керек. Атпен жаңағы бала бірге сезініп бір-бірін түсіне білсе, негізі олардың алмайтын қамалдар болмайды. Бәйгеде жүлделі орынға ілінетініне мен кәміл сенемін. Келер жылдарда мировой уровеньға шығады дегенге сенесіз бе жалпы өзіңіз? Иә, мен сенемін. Қазіргі бізде мына ұлттық спорт түрлері, әсіресе оның ішінде бәйгі, ат спорттары өте жақсы дамып келе жатыр, Аллаға шүкір. Қазір Қазақстанымыздың түкпір-түкпірінде бәйге болып жатыр. Еще неше түрлі жақсы автокөліктер тігіліп жатыр, өздеріңіз білесіздер. Жақсы. Ол ат спорты өркейіп, өсе береді дегенге мен кәміл сенемін. Осы жылқының сізге қай қасиеті маңызды? Төзімділік пе, әлде жылдамдық па, әлде мінезі ме? Шөінде деп айтсақ болады. Жылқының енді ең бірінші мінген кезде, мысалға өздеріңіз білесіздер, мінген кезде, жылқыдан тер шыққан кезде, жылқының тері өтте адамға тартымды негізі. Жылқы сүйетін, мысалға өздеріңіз атқа мініп жүрсіздер ғой, өздеріңіз түсінесіздер, білесіздер. Содан кейін, мысалға жылдамдықтары шапқан кезде, сол жағыны адамды өзіне баурап алады, төзімділіктер баурап алады жылқының. Жылқының қасиеттері көп қой, негізі айта берсек, таусылмайтын. Аттың қорқынышы немесе еркелігі мінезі нәтижеге әсер ете ме? Енді былай қарап атсақ, ат еркелеген кезде ол адамға түсіне біліп еркелейді. Мысалға ат
мысалға бір нәрсені істеп қойса, болмаса адам істеп алса, болмаса сүрініп кеткен кезде ол басында бір 2 секунд қана сол кезде тұрады, ол ары қарай оны ұмытып кетеді. Сол моментте атты тәрбие алу керек та. Одан кейін ол атты мысалға кейбіреулер қылыспен ұрып атады, ол кезде түсінбейді ат не үшін оны ұрып атқанын. 2 секундтың ішінде ол жаңағы миына әсер етеді өзінің. Аттың ол еркеліктері мысалға бәйгенің алдында енді кейбір ат жаңағы қалай горячтетіп кетеді орысша айтқан кезде. Ол уже жүректері слабый аттар болады да, кішкене өз-өзін тастап жіберетін. Ол спортта да адамның өзінде де болады да ол. Үлкен жаңағы мысалға рингтерге, коверларға шыққан кезде кейбір мықты балалар өз-өздерін тастап жібереді ғой. Сол сияқты ол іштей дайындық, сол аттың негізі жүрегі ғой. Жүрегі болмаса бәйге шабу екіталай. Осы бәйге алдында аттың жағдайын қалай тексересіздер? Аттың жағдайын өзінің мінезіне, жаңағы светіне қараймыз біріншіден, тамақ жеуіне қараймыз, жағдай қалай болып тұр. Одан кейін мысалға жүріс тұрысынан байқаймыз аттың көңіл күйіне, әсіресе аттың көңіл күйіне мән беру керек, көп мән беру керек. Аттың көңіл күйі уже түсе бастаса, ол енді бірдеңе уже дұрыс емес бола бастағанда. Рахмет, Аллах разы болсын. Бұйырса бәйгелі болыңыздар. Аумин, айтқандарыңыз келсін. Амин. Достар, бізде қазір топ бәйге, 2-ші круг. Достар, қазір 3-ші кругқа кетіп бара жатыр топ. Сәлем Әлімжан, өзіңді таныстырып кетсең, жасың нешеде және бүгін шауайын деп жатқан бәйгең нешінші бәйгең? Екінші. Екінші бәйгең, иә? Ұмытып қалдың ба? Жасың нешеде? 6-да. 6-дасың ба? Мәссаған. Неше жасында атқа отырдың? 3 жаста. 3 жаста атқа отырдың ба? Мәссаған, күшті. Сен әлі сабаққа бармайсың, иә? Мектепке бармайсың, иә? Енді барасың, иә? Уже бардым ғой. Уже бардың ба? Бірінші сыныптасың ба? Нулевой енді бітірдім ғой. Нулевойда енді бітірдің, иә? Бұйырса бірінші сыныпқа барасың, иә? Мәссаған, молодец. Қандай атқа шабасың? Аламанға шабасың ба? Топқа, құданға қайсына шабасың? Аламанды. Аламанға? Қандай атпен? Жылқымен келсе бұны? Бұның бір атын шабам. Бір атпен шабасың, иә? Жан. Зажабиль? Жанжабиль. Зажабиль, иә? Жанжабиль топта. Топта, иә? Топқа шабасың, иә? Сезе аламын. Сезе аласың, иә? Управлять ете аласың, иә? Все, бұйыртса бәйгелі бол. Саған көп рахмет. Амин. Достар, бізде қазір топ бәйгеде уже жакелер, тұлпарлар соңғы группқа кететін болады. Сала кетейін, қазір топ бәйге бірінші орынға бізде Чанган автокөлігі тігіліп жатыр. Қазір дәл алдында мен қарасаңыздар, міне жылқылар келуде. Топ бәйге жеңімпазы бізде Мери Ғарифуллин. Бүгін Жамбыл ағаның жұлдызы жанып тұр. Міне көрермен өте көп, қазір қарасаңыздар. Қазір бұйырса бізде аламан бәйге басталады. Однокопты квартира Астана қаласынан кімге бұйыратынын анықтайтын боламыз. Достар, бізде қазір аламанның жылқылары дайындалуда, кругта қазір қарасаңыздар. Аламанның жылқылары жиналуда. Жұлқынып, тай бұрыл бұлқынып, тыпыршып тұр әне бәйгеге ұмтылып
Тамшысын соққылап, шаңбурап, шапқылап, арғымақ келеді айғайла қаттырақ рухын жаңғырған доданы жандырған қазақтың тұлпары даланы шаңғырған қоя тұр басқаңды шаруа бос қалды ал халқым қайдасың аламан басталды бәйгенің дәмін татқым келеді жұлдыздай жанып аққым келеді тұлпарға мініп шапқым келеді Достар, бізде қазіргі түсіне бойынып жатыр. Жеңіске жеткен ең әуелі үшінші орын иегеріне 700.000 теңге табысталады және үшінші орын иегері Леспек Дамир 21 нөмірлі шабандоз. Астана қаласы орын иегеріне 700.000 теңге табысталады. Және Құнанбайге екінші орын иегеріне 1,5 миллион теңге табысталады. Тау және ат бапкері Бақтияр Құралбаев. Аттың лақабы Тауғасқа бірінші орын иегеріне 3 миллион теңге берілетін болады. Бас жүлде Мерей Гарипулинге бұйырды. Бақ торы аттың иесі Алтынбай Назар. Астана қаласы лақабаты Ақкөз аттың лақабаты және аттың иесі Табылбиев Нұржігіт бапкерде өзі. Алтынбай Қасым аттың бапкері Көмекбай Жамбыл. Мінекей алдарыңызда Қарағаш сәйгілік мінекей сахнаның жанында аттың лақабаты Бозбиек, ат иесі Сапарғали Сәтбаев, аттың бапкері Көмекбай Жамбыл. Батыр Нұрасыл 14 нөмірлі шабандоз, аттың лақабаты Айман, аттың иесі Нұғманов Жасыбай, аттың бапкері Рахметиев Жомарт. Жаңа автокөлігінің иесіне құрмет қошеметтеріңіз. Бірінші орын бас жүлде Алматы облысы Мансур Алижан нөмір 5 нөмірлі шабандоз. Аттың лақабаты Бүркіт, аттың иесі Оларов Ұлан, аттың бапкері Әрбет Ноқатай. Сонымен Мансур Алижан бас демеушіміз Нак холдингі жеңімпаздармен болсын, жеңістен жеңіске жете беріңіздер. Это мы после бәйге, достар. Бізде бәйге өте күшті өтті. Осы влог сіздерге ұнаған болса, лайк басып, коммент жазып кетіңіз. Біз чемпион болған Бүркіттің тағасын подарок қалдық. Жоғысты болсын. Я, жоғысты болсын деген ниетте. Бүркіт бүгін осымен чемпион болды осы. Я. Сонымен влог аяқталды. Келесі бәйгеде кездескенше.